Армысыздар! Өткен аптада Алматы облысында орын алған маңызды оқиғалар, жүзеге асқан жобалар мен жұртшылық назарын аударған жаңалықтар Алатау арайы, Агни-Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық алаңдарында кеңінен жарияланды. Ендеше назарларыңызға аптаның ең өзекті жаңалықтарына арналған қысқаша шолуды ұсынамыз. Бұл аптаның айшықты жаңалығы 15 наурызда жалпы халықтық референдумда қабылданған жаңа ата заңның күшіне енуі. Жаңа конституцияның ресми түрде күшіне енуіне байланысты 30 маусымда парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөйлеген сөзі 2 шілде күнгі бейсенбілік нөмірдің арқауына айналды. Тарихи басқосуда мемлекет басшысы депутаттардың жұмысына баға беріп, саяси экономикалық реформалардың, ауқымды өзгерістердің жаңа кезеңіне арналған тапсырмалар жүктеді. Аталған тарихи оқиғаға орай Қонаев қаласында облыс әкімі Марат Сұлтанғазиевтің төрағалығымен жиын өтті. Құрметті әріптестер, бүгін жалпы халық референдумда мақұлданған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының ресми түрде толықтай күшіне енді. Осы тарихи күнмен баршаңызды құттықтаймын. Жиында Марат Елеусізұлы жаңа конституцияның еліміздегі саяси және мемлекеттік басқару жүйесін түбегейлі өзгертетінін атап өтті. Толығырақ тілші Гүлзат Байқонысованың «Ата заң алтын тұғырымыз» атты мақаласынан оқи аласыздар. Қырмызыдай құлпырған Қарқара жайлауында Қырмыз мұрындық 2026 этнофестивалі өтті. Ұлттық фестивальге көршілес қырғыз ағайын да ортақтасты. Қазақстан Республикасының президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев жиналған көпшілікті мерекемен құттықтап, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сәлемдемесін жеткізді. Қымыз мұрындық аясында келушілер қыз қуу, қошқар көтеру, қазақ күресі, теңге ілу, жамбы ату, толағай айыптар сайысы, топ жарған этноөнер орталығының шоу бағдарламалары, салмағы 15 кг ыдыспен қымыз ішу сайысы сынды ұлттық ойындарымызды тамашалады. Өзге де танымдық және сараптамалық мақалаларды, өңірдегі өзекті мәселелер мен аймақтағы айтулы жаңалықтарды апталық санымыздан парақтай аласыздар. В преддверии Дня работников средств массовой информации в Алматинской области чествовали представители региональных медиа. В ходе торжественной церемонии журналистам вручили государственные и ведомственные награды, ключи от новых квартир, а также объявили о расширении мер социальной поддержки работников отрасли. Поздравляя представителей средств массовой информации с профессиональным праздником, аким Алматинской области Марат Сұлтанғазиев отметил, что именно журналисты ежедневно обеспечивают общество достоверной информацией, способствуют открытому диалогу между государством и гражданами и формируют объективную новостную повестку. Развитие отечественной фармацевтики, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий в систему здравоохранения стали главными темами Международного медицинского форума Health Invest Forum 2026. Форум, организованный при поддержке акимата Алматинской области, собрал представителей государственных органов, бизнеса, медицинского сообщества и зарубежных компаний для обсуждения проектов, которые должны повысить доступность современной медицинской помощи. В ходе пленарной сессии участники обсудили текущее состояние отрасли и перспективы ее развития. Визит делегации Королевства Таиланд и последовавший за ним бизнес-форум. Также визит делегации из Республики Таджикистан. Об этом и о многом другом читайте в номерах газеты «Агни-Алатау». Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында жаңа кардиологиялық орталық пайдалануға берілді. Заманауи медициналық мекеменің құрылысына 3 миллиард теңге инвестиция тартылып, нәтижесінде 200 жаңа жұмыс орны ашылды. Жаңа нысанның ашылу салтанатына Қонаев қаласының әкімі Асхат Бердіханов қатысып, бұл жоба өңірдегі денсаулық сақтау жүйесін дамытудағы маңызды қадам екенін атап өтті. Медициналық мекеме заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Мұнда жүрек қан тамырлары ауруларын ерте анықтап, күрделі кардиологиялық операцияларды жасауға мүмкіндік бар. Алматы қаласындағы Қытай Халық Республикасының бас консулдығында Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне арналған салтанатты қабылдау өтті. Іс-шараға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, мемлекеттік органдардың қызметкерлері және дипломатиялық корпус мүшелері қатысты. Қабылдау барысында Қытай Халық Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Су Фансю сөз сөйлеп, журналистердің халықтар арасындағы өзара түсіністік пен
достықты нығайтудағы маңызды рөлін ерекше атап өтті. Осылайша өңір өміріндегі елеулі оқиғалар мен өзекті жаңалықтарға арналған кезекті шолуымыз өз мәресіне жетті. Алматы облысындағы маңызды бастамалар мен жаңалықтардан хабардар болу үшін Алатау арайы, Аңне Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарын тұрақты түрде оқып, бақылап отырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.